Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі сұхбатқа қош келдіңіздер. Бүгін біздің қонақта Түркістан халық сайлауалды штабтың мүшесі Мырзагелдин Айбар Алякбарұлы. Айбар Алякбарұлы, біздің сұхбатқа келісім бергеніңізге алғыс білдіреміз. Сізге бүгінге қоятын сұрағымыз, Әділет партиясы жайлы не айта аласыз? Қайырлы күн, баршаңызға. Енді Әділет партиясы осы кешегі өткен 1 шілде күні жаңа конституция күшіне енді. Сол негізде енді соның баласы ретінде айтып жатырмыз, халық аузында жүрген өзінің баласы ретінде ашылған осы Әділет партиясы ұйымы. Қазіргі уақытта Әділет партиясы заң мен тәртіп негізінде осы өзінің атау айтып тұрғандай әділеттіліктің ақ туын желбіретіп жүрген негізгі номер 1 партия. Енді ол жайлы айта берсек өте әңгіме көп. Қазіргі уақытта ең ерекшеленетін тұсы цифрлық Қазақстан, цифрлық дәуірді негізгі қалай айтсақ болады, ұстаным ретінде алып жүрген партия халыққа енді қазіргі заман талабына сәйкес әлемдік деңгейдегі ең жоғарғы бастаманы көтеріп келе жатыр. Цифрлық Қазақстан, цифрлық қауіпсіздік, барлығы искусственный интеллект, яғни жасанды интеллект жобасын жүзеге асырып жатыр. Енді ол жайлы айта берсек көп. Жалпы әділетті Қазақстанды құру жолындағы осы Әділет партиясының жаңа конституцияның негізгі басымдықтары бар, бағдарламалары, заңдылықтарын барлығы негізіне сүйене отырып жұмыстарын атқаратын партия десек болады. Айбар Алякбарұлы, жауабыңызға рахмет. Біздің келесі сұрақ, сұхбат басында айтқандай, сіз Түркістан халық сайлауалды сайлау штабының мүшесісіз. Енді бізге осы штаб жұмысы жайлы кішігірім тоқталып баяндама жасасаңыз. Ұлықбек мырза, қазіргі уақытта, мысалы 1 айдың ішінде қазіргі уақытта түрлі сала 20 штаб мүшесіміз, түрлі сала өкілдері, осы өмірлік жеткен жетістіктер бар тұлғалар қазіргі уақытта халықпен тікелей кездесіп, түрлі сала өкілдерімен білім саласы, денсаулық саласы, мектеп, балабақша секілді бүкіл қала тұрғындарымен жолығып жатыр, олар үгіт насихат жасап жатыр. Әділет партиясының бағдарламаларын, сондай-ақ осы елімізде өтетін осы 23 тамызы үлкен науқанға бір жағадан басып, бір жеңнен қол шығарып, өз ұстанымдарын білдіруге шақырып жатырмыз. Айбар Алякбарұлы, енді сұхбатымызды қорытындыласақ, сіз өз сөзіңізде Әділет партиясы жайлы жаңа айтқан сөздеріңізді бір қорытындылап, тоқталып, сұхбатымызды аяқтауға шақырам. Сұрағыңыз осы. Ұлықбек мырза, енді барша қазақстандықтарда, барша достарымызды Әділет партиясына дауыс беруге шақырамыз. Себебі кешегі Абылай хан бабамыз қазақтың кең даласында өзінің ақ туын желбіретсе, бүгінгі таңда әділеттің ақ туы желбіреу заңдылық деп білеміз. Сондықтан барлығыңыз әділетті Қазақстанды бірге құрайық. Айбар Алякбарұлы, сау болыңыз. Айбар Алякбарұлы, сұхбат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, сау болыңыздар.